Роберт мырза, расымен де кедейлік ген арқылы беріледі ме? Иә, әрине, егер адам өз түп санасы мен ойын өзгертпесе. Қоғамда адамдардың басым көпшілігі, әсіресе орта топ пен кедей отбасыдан шыққан адамдар жалдамалы жұмыс істейді. Жалдамалы жұмысшы болуға ең бірінші біздің отбасымыз тәрбиелейді. Одан кейін мектеп системасы бойынша бізді бір маман иесіне дайындап шығады. Мысалыға, дәрігер, экономист, юрист секілді мамандықтарға үйретеді. Ал ең маңызды мәселе ақшаны қалай дұрыс басқару, оны қалай жұмсауды және көбейтуді ешкім еш жерде үйретпейді. Сол себепті кедей адамдар ортамызда әрқашан болады. Барлығы мына түп сана мен ойға байланысты. Кедей адамдар менің кедей әкем секілді. Ол үнемі мен сендерге ақша шығаратын станок емеспін. Қарапайым мектеп мұғалімімін, мен оны істей алмаймын деп ақталатын. Бұл әрине кедейлік психология. Ал бай әкем үнемі оның шешімін табуға тырысатын. Қалай істесем осыған жетемін, қандай әрекет етсем осы ақшаны табамын деген сұрақ қою арқылы діттеген мақсатына жететін. Міне, бай адам мен кедей адамның айырмашылығы осында. Сіз мен істей алмаймын, менің қолымнан келмейді, мен көп ақша таба алмаймын деп айта берсеңіз, дәл сондай адамға айналасыз. Кедей адамдар тез беріледі. Спортшылардың 65% кедей отбасыдан шығады. Олар айына $1 миллион табыс табады, бірақ статистика бойынша олар 5 жылдан соң банкрот болады. Себебі олар кедей ойлайды. Расымен кедейлік ген арқылы беріліп отыратын, бұл өте қорқынышты. Сондықтан да түп санаңызды өзгертіп, тоқтаусыз еңбек етіңіз. Қателесуден ешқашан қорықпаңыз. Қателескен сайын сіз тәжірибе жинайсыз. Альберт Эйнштейннің керемет сөзі бар. Қиял білімнен маңыздырақ, ал білім шектеулі. Ал қиял бүкіл әлемді қамтиды. Дұрыс қиялдаңыз, бұл маңызды. Жан-жағыңызға назар салыңыз, үлкен керемет үйлер, зәулім сарайлар. Бұл үйлерді салмас бұрын адам қиялдап елестетті. Бәрі де іске асты. Дұрыс қиялдаңыз, сеніңіз, тәуекел етіңіз, бәріне жетесіз.